Осындай өте супер дәмді печенье начинкасымен жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант, ванилин, тұз қосып араластырып аламыз. Еріген сары майымызды қосамыз, қаймақты қосамыз, тағы да араластырамыз. Үстінен ұн мен қамыр қопсытқышын қосып, қамыр елейміз. Қамырымызды 1/20 бөлікке бөлеміз. Оқтаудың көмегімен елеп алып, пышақпен шетін кесетін боламыз. Шетіне салмамызды саламыз, және де видеодағыдай орайтын боламыз. Жұмыртқаның сарысын сүтпен араластырамыз. Печеньемізді жағып шығатын боламыз. Пешімізге саламыз. Дайын печеньеміздің үстіне пудра себеміз. Осындай дәмді печенье шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма кіріп, басқа да оңай рецепттерді таба аласыздар. Баршаңызға ас болсын.